Сәлем достар, мен Мархабат Серікқызы, остеопрактик. Остеопластикалық коррекцияда пациенттерімді қабылдағанда бірінші черептің травмасына, екінші компрессиясына, үшінші деформациясына үлкен мән беремін. Себебі черептің травмасымен жұмыс жасалмаса, бастың деформациясы өз орнына түспейді. Травмадан кейін бас сүйекте ішкі қысым пайда болып, және бас сүйегі жиырылып, мидың қабықтарын өзіне қарай тартып алуы мүмкін. Егер бас сүйегінде кішігірім травма болса, онда бас сүйегінің тесігінен өтетін артериялар, тамырлар, веналар зақымдалуы мүмкін. Мысалы, миға баратын омыртқа артериялар қысылса, онда таламусқа жеткілікті питания келмейді. Соның себебінен таламус дұрыс дамымай, балада әртүрлі психикалық диагноздар болуы мүмкін. Егер череп компрессияда болса, онда бас сүйегінің тесіктерінен өтетін нервтер де қысылып зақымдалады. Ал егер нерв зақымдалса, тек нервтің өзі зақымдалмайды, ол бүкіл ағзаға кері әсерін беруі мүмкін. Қысқаша айта кетсек, нервтер зақымдалған кезде невриттер, көздің қылилығы, қарашықтың кеңеюі, птоз, дизартрия, сөйлеудің кідіруі, зірірір, тыныс алудың, жұтынудың, ас қорытудың бұзылуы мүмкін. Бас сүйегі қаншалықты сау болса, соншалықты бастағы ми, таламус, гипофиз, орталық жүйке жүйесі, тамырлар, артериялар өз қызметін дұрыс атқарады. Остеопластикалық коррекцияның негізгі мақсаты бас сүйегінің тиісті анатомиялық орындарына бағыт беру. Сондықтан бас сүйегінде компрессия болмаса, онда приток пен отток қан айналымы жақсарып, бүкіл ағзамыз қалыпты жағдайда өз жұмысын жасайды.